Табиғат жаратылыстың ғажайып туындысы. Бір сәтке барлық проблемаларды ұмытып, айналамызға көз салып көрейікші. Бізді қоршаған ортаның әрбір сәті тым ерекше. Көрікке тұнып тұрған тартымды ағаштарды, мөлдір таза бұлақтарды, ағып жатқан бұлақтың сыбдырын, айналада болып жатқан жұмыстың сыңғырын, құстардың бұлбұлдай әсемінің, әлемнің нұр сыйлаған жарық күнін естіп, көріп, ерекше еренде күйге түсеміз. Бұл күй табиғат күйі. Табиғатта болып жатқан алуан түрлі оқиғалар желісі, алуан түрге енетін әуе кеңісі, қызыл-жасылды түзілген ағаштар жемісі, бәрі адам баласын таңдайын қағып таңғалдыратыны сөзсіз. Міне, сондықтан да адам баласының табиғатты жырлауға шеберлігі, табиғатпен сырласатын көрегендігі осының айғағы. Иә, туған жер. Өскен ел жүрекке жылы сөздердің бәрі де табиғат деген таңғажайып ұғыммен бірігіп жатады. Табиғат адам баласының дүниеге келтіріп, бойындағы бар махаббат мейірімін, күн шуағын жүрегімізге ұялататын аяулы орта. Десек те, бәрін қоршаған ортадан алып, атмосфераны түрлі түтіндермен ластап, хош иісті гүлдерге ұсқынсыз қоқыстарды тастап, тіпті атом бомбасында жер ананың оюлы кілемінде көрікті көкке жарып, таңғажайып табиғаттың жерін қарап жататындығымыз даусыз. Біздің әрбір басқан қадамымыз, әрбір істеген ісіміз табиғатқа байланысты болғандықтан, оның біздің өмірімізде ерекше орын алуы сөзсіз. Біз табиғаттағы әрбір жайқалып тұрған гүлге, мәуелеп тұрған ағашқа қамқорлық танытуымыз қажет. Табиғатты қорғау, табиғатты аялау әр адамның міндеті. Ғаламшарға өмір сыйла.